Сәлем балақайлар! Бүгін біз аң патшасы арыстанның бір күні қалай өтетін туралы көретін боламыз. Сен арыстандарды күні бойы аң аулап, айқасып жүреді деп ойлайсың ба? Онда қателесесің. Арыстандар нағыз ұйқыбастар. Олар тәулігіне 18-20 сағатқа дейін ұйықтайды. Неге сонша көп деп ойласаң, өйткені аң аулау өте көп күшті қажет етеді. Прайд бұл үлкен отбасы. Мұнда бәрінің міндеттері әртүрлі. Еркек арыстан аумақты қорғайды, ал ұрғашы арыстан болса, негізгі аңшы. Олардың арасындағы байланыс өте тығыз. Күн батқанда нағыз шоу басталады. Арыстандар жалғыз емес, топпен аң аулайды. Олар аңдарды аулағанда қоршауға алу әдісін пайдаланады. Бір қызығы, жемтікті бірінші болып еркек арыстан жейді. Содан кейін ғана басқаларына рұқсат беріледі. Түн арыстандардың уақыты. Олардың көру қабілеті адамдардан 6 есе артық. Түнде олар өз шекараларын тексеріп, айбарын асырып ақырады. Бұл дауыс 8 шақырым жерге дейін естіледі. Міне, нағыз аң патшасының құпиясы осында. Арыстан тек мықты емес, өте төзімді және ақылды жануар. Ал енді балақай, саған арыстан туралы оқиға ұнады ма? Ұнаса, каналға тіркеліп, лайк бас. Келесіде қандай жануар туралы білгің келеді? Арнаға жаз, жауабыңды күтемін.